Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қарлығаш. Бүгін куриные ножки в тесте дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың аяқтарын жақсылап жуып, соя тұздығын, тұзды және паприканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға тауықтың аяқтарын екі жақ бетін 5 минуттан қуырып аламыз. Одан соң қатпарлы қамырды домалақ қып жайып, видеода көрсетілгендей ұзынша кесіп аламыз. Енді тауықтың аяқтарына осылай қамырды орап шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут сеуіп, 180 градус 45 минутта духовкада пісіріп аламыз. Міне қыздар, өте дәмді әрі тойымды болып шықты. Қасына гарнирмен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қамыры жұп-жұмсақ болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.